Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында жарты сағатта моцарелла сырын дайындайтын боламыз. Үйдегі моцарелла ірімшігін дайындау үшін бізге қаймағы алынбаған қолдың сүті қажет. Мен 4 литр сүттен дайындаймын. Оны үлкен кастрюльге құйып, газдың астын қосып, өте жылы болғанша қыздырамыз. Шамамен 40-45 градус. Егер сізде термометр болмаса, саусағыңызды сүтке батырып алсаңыз болады. Өте жылы екенін сезесіз, бірақ саусағыңыз шыдамды жылулықта және күйіп қалмайды. Ешқандай жағдайда сүтіңіз қызып кетпеуі керек. Қызып кеткен жағдайда ірімшік бөлінбей қалады. Сүтті оттан өшіріп, үнемі араластыра отырып, 1 ас қасық сірке суын қосамыз. Егерде сізде 3 литр сүт болса, 6 қасық сірке суын қосасыз. Яғни 1 литрға 2 ас қасық болады. Сірке суын қосып, араластырғанда сүті іріп, сары суынан ақырында бөліне бастайды. Ірімшік пен сары суды бөлінгенше ірімшікті бір кесекке жинағандай араластырамыз. Сірке суын лимон шырынымен алмастыруға да болады. Моцарелланы артық сары судан ажырату үшін дұршылаққа салып, сығып аламыз. Қалған суын сорғытып қойып қоямыз. Осы уақытта бөлінген сары суды өте ыстық күйге дейін қыздырамыз. Шамамен 60-65 градуста болуы қажет. Содан кейін ірімшікті кесектерді ыстық сары суға малып, оны соза бастаймыз. Сары су неғұрлым ыстық болса, соғұрлым моцареллаңыз жақсы созылады. Сары суға қалауларыңыз бойынша 1 ас қасық тұз салып, дәм берсеңіз болады. Не болмаса жасап болғаннан кейін тұзды суға салып қойсаңыздар болады. Моцарелла біркелкі және өте созылмалы болады. Моцарелланы сары суға қайтадан салып, моцарелла еріп өте созылмалы болады. Дайын болған моцарелладан одан 1 шар не болмаса кішкене шарлар жасаймыз. Шарымызды видеода көрсетілгендей бөліп алып, қалғанын ыстық сары суға ерітуге салып қоямыз. Алынған моцарелланы мұзды суға салып қоямыз, сонда формасын жақсы ұстайтын болады. Ыстық суға малынған моцарелламызды алып, формасын келтіріп, тағы да шар жасап аламыз. Қалған моцарелладан осындай үлкен 1 шар жасадым. Оны осылай формасын келтіріп, салқын суға салып қоямыз. Үй жағдайында қарапайым сүттен моцарелла ірімшігіміз дайын. Міне осындай өте қатпарлы болып шығады. Пицца дайындауға жақсы келеді. Пиццаларыңызда созылмалы болып шығады. Видео рецепт ұнаса комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.